Ақ бөкен неге киелі? Адам ата жерге түскенде, оның жүзін бір көруге күллі жануар ынтық болыпты. Солардың арасынан алғаш көрген ақ бөкен екен. Адамды көру үшін торғай даласынан Жиды тауына тоқтамай шауып, 7 күнде жетіпті. Адам ата мен Хауана тау етегіне отау тігіп, тіршілігін бастап жатыр еді. Ақбөкеннің тұяғы тасқа қажалып, шаршап шалдығып, ақ отауға жеткенде сүрініп құлады. Адам оны көтеріп үйіне әкелді. Аузына інжір жапырағын берді. Мейірленіп тұмсығынан сипайды. Пайғамбардың аяулы алақаны тиген соң киіктің тұмсығына сымбат бітті. 2 танауы желбіреп, көзі мөлдіреп шыға келді. Жауырынын саусағымен тарағанда денесінен жұпар аңқыды. Тұяғына мүбәрак қолы тигенде қасиет дарыды, желден желгір болды. Мүйізіне 1001 дертке ем болатын қасиет қонды. Пайғамбардың алақаны беліне тиіп еді, ол да құдіретке толды. Буаз кезінде елігінің жынысын қалауына сай өзгерте алатын жануарға айналды. Киіктің арнайы келісіне риза болған Адам ата: «Жануарым, бұйымтайың болса айт, Тәңірден дұға тілеп, мұқтажыңды өтейін», деді. Сонда Ақбөкен: «Төлдегенде құралайым шыбын-шіркейге жем болады, одан қалса қасқыр шабады. Даланың шөбі төліме ауырлық етіп, қоң жинай алмай қиналады. Осыған бір шара болса», деді көзі мөлдіреп. Адам ата Жаппар хаққа киіктің арызын жеткізді. Тілегі заматта қабыл болды. Содан бастап Құданың құдіретімен киік төлдер кезде бетпақ далада шыбын-шіркейді шығартпас, суық тұрады екен. Бұл Құралайдың салқыны деп аталды. Сол мезгілде қасқырдың да киікке деген табеті тыйылады. Құралайлар көшке ілескенше оған жақындай алмайды екен. Жас киікке арнап даладан түйе табан деген шөп шықты. Ол тек Ақбөкен төлдер кезде ғана көгеріп көктеп, кішкене лақтарға азық болады деседі. Ақбөкен Адам атаны көріп, қолынан жем жеп, мұраты орындалған соң Сарыарқаға қайтпақшы болды. Сол кезде Адам ата оған: «Сахараға сән болып, құт пен кие мән қонып, өсіп өнсін нәсілің бір Құдайым жар болып. Аллам өзі қолдасын, бар бәледен қорғасын. Саған зауал келтірген арамзалар оңбасын. Сайын дүзден тап мекен, бас қорнасын бақ бекем. Қу медиен дүздерге ырыс дарыт Ақбөкен», деп батасын береді. Осыдан соң киікке кие бітіп, қасиетті түс тағысы саналыпты. Оны нақақ өлтірген қаскөй Адам атаның қарғысына ұшырайды деген түсінік бар. Киіктің де киесі бар, пайғамбардай иесі бар деген сөз осыдан қалып